STEM білім жаңа термин. Әрбір әрпіне жеке тоқталсақ, жаратылыстану ғылымдары, технологиялар, инженерлік өнімдер, математика. Осыдан жаратылыстану ғылымын технологиямен, инженерлік және математикамен үйлестіре отырып, жобалық дайындықпен кешенді пәнаралық тұрғыдан келеміз. Өмірдегідей барлық нысандар интегралданған және бір бүтін біріктіріледі. STEM оқытудың біріктірілген тәсілі. Оның шеңберінде академиялық, ғылыми-техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір контекстінде зерттеледі. Бұндай тәсілдің мақсаты мектеп, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасында STEM сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикадағы бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату. STEM оқыту үдерісін жаңаша ұйымдастыру, оқытушының өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылық қабілетінің артуына септігін тигізеді. Сондықтан ғылыми-техникалық прогрестен қалмай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп білу әрбір ұстаздың негізгі міндеті. Инженерлік жобалау барысында оқушылар мәселелерді анықтап, оларды дамытады, сынайды және оларды шешу жолдарын табады. STEM білім беру оқушыларды жаратылыстану математикалық және инженерлік технологиялық бағыттағы негізгі пәндер бойынша білім алуға, сыни ойлау дағдыларын дамытуға және ғылым мен техникада кәсіпке деген ұмтылысты дамытуға бағытталады. STEM эмоция, сезім, шығармашылыққа жауап беретін мидың оң жақ жарты шарын жұмыс істетеді. Аталған технология бойынша мысал ретінде көптеген сәтті жобалық жұмыстарды атауға болады. Білім беру STEM технологиясын бастауыш сыныпқа ендірудің қажеттіліктері. Математика мен жаратылыстануға қызығушылықтарын белсендіреді. Техника, робототехника, құрастыру салаларындағы білімдерді игеруге көмектеседі. Шығармашылық қабілеттері мен коммуникациялық дағдыларын дамытуға мүмкіндік жасайды. Баланың потенциалын және оның кәсіби өзін-өзі ерте анықтауына мүмкіндік жасайды. STEM технологиясымен оқыту келесідей дағдыларды дамытады. Өз прототипін жасауды үйренеді. Сабақ барысында балалар өзіндік шынайы өнімдерді құрастыруды, өңдеуді, жобалауды үйренеді. Техникалық пәндерге деген қызығушылықтары дами түседі. Өз машиналарын жобалап, ракеталар мен ұшақтарды құрастыра алады. Өздерінің электрондық ойындарын іске қосқан кезде балалар кездейсоқ түрде ғылым мен технологияға деген қызығушылықтарын арттыра алады. Сыни дағдылар пайда болады. Машиналарды және түрлі құрылғыларды құрастырған кезде балалар өздерінің дизайнерлік мүмкіндіктерін жаңартуға ұмтылдыратын түрлі мәселелерге кезігеді. Келешекте бұл оларды күрделі және шешімін таппай тұрған жайларды шешуге үйретеді. Ағылшын тілін үйрену. Көптеген технологияларды ағылшын тілімен танысусыз меңгеру мүмкін емес. Ойын түрінде бала шет тілін меңгере бастайды. Кәсіби дағдыларды игеру. Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, мамандандырылған оқыту келешектегі мамандықты анықтау үшін де көмектеседі және өсу деңгейін арттырады. STEM технологиясының мүмкіндіктері. STEM білім беру технологиясы қарқынды қаржыландыру аймағы болып табылады. Әр түрлі коммерциялық емес ұйымдар мектептерге технологиялық жобалар үшін гранттар береді. Сонымен қатар STEM бұл кәсіби дамудың мүмкіндіктерін кеңінен таңдау болып табылады. Оқушыларға технологияға қол жеткізуге мүмкіндік туғызады. Бүгінгі күні бүкіл әлем компьютерлік желілермен толық байланыста болған кезде балалар цифрлы контент жасайды, оны бөліседі және бұрын соңды көрмеген ауқымда пайдаланады. Олар веб-сайттарды басқарады, телефондарына фильмдер жасайды және өздері ойындар өңдеуге мүмкіндіктері туады. STEM технологиясы оқушылардың белсенді болуына мүмкіндік беретін оқу ортасын құруды білдіреді. Қандай жағдай болмасын, олар өздерінің оқуына ынталы болады. Нәтижесінде оқушылар пассивті бақылаушылар ретінде емес, процеске қатысу кезінде алған білімдерін жақсы есте сақтай алады. STEM технологиялары оқушыларға сыни ойлауға, команданың ішінде де өз бетімен де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Шығармашылық ойлау, мәселелерді шешу, коммуникация және топтық жұмыс дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.